Қайырлы кеш, құрметті оқырмандар, құрметті салымшылар, құрметті Отбасыбанк KZ парақшасының тіркелушілері. Бүгін біз сіздерге арнайы кезектен тыс тікелей эфирге шығып отырмыз. Оның себебі сіздерге айтатын бір сүйінші жаңалығымыз бар. Нақтырақ айтсақ, бұл отау бағдарламасы бойынша керемет жақсы жаңалығымыз бар. Ендеше мен есімім Мақсат Заитов, Отбасыбанкте сату және өңірлік даму департаментінің бас менеджері болып табыламын. Және мен қасымда біздің әріптесіміз Тусупова Дана ханым. Дана ханым бізде Алматы қалалық филиалының директоры болып табылады. Және бүгін керемет жаңалықты сізбен бөлісу үшін арнайы келіп отыр. Дана ханым, сізге сөз. Добрый вечер, уважаемые наши подписчики, наши клиенты. Мы спешим вас обрадовать с изменениями, с новыми новостями, которые произошли именно в программе ОТАУ. Сейчас вам подробно расскажем. Эти изменения произошли благодаря обращению наших вкладчиков, которые в определенное время не смогли подать заявку. Поэтому мы вам это все сейчас расскажем. Ендеше көп созбай бірден жаңалыққа көшсек, мына жерде көріп жатыр, міне жер болсашы, әрине сіздерге арналған жаңалығымыз. Яғни бұрын сіздер отау бағдарламасына өтінім беру үшін атыңызда жылжымайтын мүлік болмау керек деген шарт болды ғой. Ендеше соны біз өзгерттік. Яғни сіздердің берген ұсыныстарыңыз бойынша барлық үлкен сараптау жұмыстар жүргізіліп, біздің IT блок, жаңағы технарлар деп айтамыз ғой, солардың көмегімен үлкен жұмыстар жүргізіліп, енді жылжымайтын мүлік және тұрғын үй деп бөлінетін боламыз. Яғни отау бағдарламасы атыңызда тұрғын үй болмаса ғана қатыса алмайсыз, ал басқа жағдайда қатыса аласыздар. Яғни атыңызда гараж, жертөле, көлік тұрағы, яғни парковка, сарай, қора деп айтуға бола ма, болмай ма білмеймін. Яғни басқа жылжымайтын мүлік болса, тұрғын үйге қатысы емес. Онда сіздер бұл бағдарламаға қатыса аласыздар. Яғни мінекей оқырмандардың сұрағына, егер атыңызда жер болса, сіз отау бағдарламасына қатыса аласыздар. Ең бастысы, ол жерге үй салынбаған болса, және ол үй атыңызда тіркелмеген болса. Давайте еще раз я расскажу тоже для наших подписчиков, которые хотят на русском это услышать. Да, мы действительно полностью проанализировав обращения наших клиентов, журналистов, которые к нам обращались, именно с запросом наших клиентов, которые за это время, вот с 1 марта у нас стартовала эта программа, за это время поступали обращения, что на моем имени имеется кладовка, либо гараж, и на сегодняшний день нет возможности подать кредитную заявку, программа ОТАУ отказывала. Действительно это было так, потому что мы интегрированы с государственными базами, там человеческие факторы отсутствует, то есть система сам понимает, подтягивая данные, будет пропускать в дальнейшем или нет. Но тогда мы увидели, что даже вот с кладовка же не является жильем, вот поэтому действительно несправедливо, что имея просто кладовку либо парковку, что наши клиенты, либо просто имея земельный участок, что они смогли подать заявку в программу ОТАУ. Да, у нас до конца срока приема заявок осталось 10 дней, да, на сегодняшний день, до 30 апреля. И мы объявляем изменения, которые сейчас произошли, что на сегодняшний день мы подключили ручной контроль дополнительный, чтобы наши вкладчики, у которых на сегодняшний день в собственности имеется не жилое помещение, а также доли в приватизированной квартире, они на сегодняшний день с понедельника, это 22 апреля, да? С 22 апреля наши вкладчики, те, которые ранее не могли подать, либо изначально понимали и не подавали, обязательно пробуйте и подайте заявку на программу ОТАУ. Ендеше қараңыздар, құрметті оқырмандар, мына жерде сұрақ қойып жатсыңдар ғой. Доля, жер телімі, гараж болса, яғни атыңызда жер телімі болса, гараж болса, жаңа доля болса да, бұл яғни ең бастысы приватизациядан өткен, Егер приватизация бойынша үлес қалса, ол үлес бойынша қарастыратын боламыз. Яғни сіздерге жақсы мүмкіндік беріліп отыр. Ендеше ең бастысы бұл мүмкіндік 22 сәуірден бастап 30 сәуір аралығында сізге осындай мүмкіндік берілетін болады. Яғни дүйсенбіден сенбі аралығында сіздер өтінім беру мүмкіндіктеріне ие болатын боласыздар. Өтінім беру уақыты бізде өздеріңізге белгілі, сағат таңғы 9-дан кешкі 9-ға дейін қабылданады. Өтінімдердің барлығы да онлайн түрде Отбасыбанк.kz, яғни бұл біздің баспана маркет порталына онлайн түрде қабылданатын болады. Я думаю, что нужно дополнительно рассказать условия на участие. В рамках этой программы могут принять участие наши вкладчики Отбасыбанка, у которых
имеется депозит со сроком 18 месяцев, и на депозите должно быть минимум 1 миллион тенге. Есть возможность подать заявку несколькими депозитами, и сумма, остатки, они вместе суммируются. Также для участников и его членов семьи не должно быть жилья, за исключением пунктов, которые мы уже озвучили. Если есть нежилое помещение, либо земельный участок собственности, а также доля в приватизированной квартире, то в этом случае также имеется возможность подать заявку на участие. Құрметті оқырмандар, сұрақтарға кейін көңіл бөлеміз, бірақ көзім шалып қалып жатыр. Неге дачада болса, дачым болса, неге өтінім бере аламын дейді. Мінекей, құрметті оқырман, арнайы сіздер үшін эфирге шығып отырмыз. Атыңызда дача болса, яғни саяжай болса, сіз бұл бағдарламаға қатыса аласыз. Яғни бұл тұрғын үйға жатпайды ғой. Сондықтан сіз бұл бағдарламаға қатыса аласыздар деген сөз. Давайте немножко остановимся на понятии именно жилища. Да? Жилище – это единица жилья, на котором наши граждане могут проживать. Поэтому на сегодняшний день, вот как правильно сказали, еще раз повторим, это кладовки, парковки, нежилое помещение, а также дачи, дачные садовые дома, если даже есть, в том числе, если есть просто земельный участок, в этом случае есть возможность принять участие в программе ОТАУ. Также можем рассказать, наверное, еще условия. Да? В рамках программы ОТАУ мы вот до 30 апреля ведем прием заявок. После этого, после завершения, мы проанализируем всех, кто подал заявки, и среди них мы сделаем отбор. В дальнейшем наши вкладчики могут, кто прошел отбор, приобрести себе квартиру, то есть можно приобрести жилье, а также сделать ремонт. Можно на две цели: получить кредит приобретения плюс ремонт в рамках одного займа. И также можно приобрести первичное и вторичное жилье. Первичное жилье можно будет приобрести в городах Алмата, Астана, Шымкент, а также областные центры. А в остальных регионах можно будет также приобрести вторичное жилье. Максимальная сумма займа в двух городах Алмата, Астана составляет 30 миллионов тенге, а для остальных всех регионов 18 миллионов тенге. Мына жерде сұрақтар келіп жатыр. Көбінше сұрақтардың барлығы қандай үй аламын, вторичка аламын ба деп жатыр да. Қараңыздар, құрметті оқырмандар, республикалық тараптағы қалалар, яғни деңгейдегі қалалар, бұл Алматы, Астана, Шымкент және барлық облыс орталықтарында, бұл Ақтөбе, Атырау, Орал, Қостанай, яғни барлық облыс орталықтарында тек қана алғашқы нарықтағы үйлерді алуға болады. Тек қана алғашқы нарық. Ал аудан орталықтарында, ауылдарда, аудандарда қайталама нарықта үй алуға рұқсат етіледі. Қайталама нарық дегеніміз, яғни құрылысшыдан емес, нарықтан сатып алдыңыз. Яғни бір үйден мен өз үйім сатып алсам, бұл уже қайталама нарық деп есептеледі. Яғни орысша айтқанда вторичный рынок. Яғни ондай жағдайда, егер де аудан орталықтары, аудандар, ауылдар, яғни ондай болса, егер сіздер қайталама нарықта үй алсаңыздар болады. Этаж үй болсын, жер үй болсын, алсаңыздар болады. Ендеше суммасы бойынша айтып кетейін, қандай суммадан? Бұл Алматы және Астана қаласында 30 миллион теңгеге дейін, бұл несиенің суммасы. Үйдің бағасы емес, несиенің суммасы 30 миллион теңгеге дейін беріледі. Ал басқа өңірлердің барлығында 18 миллион теңгеге дейін рұқсат беріледі. Несие сомасы бойынша ғана шектеу, ал үйдің құны бойынша шек жоқ. Егер де сіздер алған пәтердің құны кішкене қымбатырақ болса, оның айырмасын өздеріңіз төлеу мүмкіндігін бере аламыз. Мәселен, пәтер 20 миллион тұратын болса, 20 миллион пәтерін аласыздар, 18 миллион теңгені отбасы банк арқылы рәсімдейсіздер, қалған 2 миллион теңгесін қолма-қол беріп төлесеңіздер де рұқсат етіледі. Яғни ол жағынан шектеу жоқ. Сонымен қатар бір несие аясында жөндеу жұмыстарына да несие алуға болады. Мәселен, сіз 18 миллион теңгеге несие рәсімдейсіз, оны 15 миллион теңгесіне үй алдыңыз, қалған 3 миллион теңгесіне жөндеу жұмыстарын жүргізсеңізде рұқсат етіледі. Бірақ та сол үйге. Тек сол сатып алған үйге және бір несие шеңберінде жүргізілетін жаңа операция бұл бізде. Я еще хочу вот на примере рассказать, вот только что вопрос касательно вторички же было. Вот возьмем Алматинскую область. Город Капчагай – это у нас областной центр. Значит, в городе Капчагай можно приобрести первичное жилье. Есть еще город Каскелен, да, либо город Талгар. Там можно приобрести как первичку, так и вторичку. Вторичку – это мы означаем квартиры, которые можно купить у физических лиц, а также это могут быть квартиры и жилые дома с земельным участком. Мәселен, Алматы қаласы үлкен қала, қаланың айналасындағы, мәселен, Бесағаш, Тұздыбастау, олардың барлығы бізде ол облыстың аймақтарына кіреді, облысқа. Яғни ол жерде бізде қайталама нарықтан, екінші нарықтан пәтер алу немесе жер үй сатып алу мүмкіндігі бар.
яғни жақсы мүмкіндік деп есептейміз, иә? Ендеше шарттарын тағы да бір тоқталып кетейік, себебі бұл жерде сұрап жатыр неше жылға беріледі деп. Өздеріңіз білесіздер, отау бағдарламасы бойынша несие бойынша үстемақы 9% құрайды. Бастапқы жарна құны 20% және 19 жылға дейін несие берілетін болады. Про условия. Да, здесь еще такой момент, я хочу сказать, что кто может подать заявку? Заявку могут подавать наши все вкладчики, возраст с 18 до 63 лет. То есть мы даже пенсионный возраст рассматриваем, и даже студентов на сегодняшний день, которые учатся, они тоже могут подать заявку. Но по студентам обязательно условие, что они должны быть, должны получать стипендию, если они не имеют на сегодняшний день трудовой доход. Бұл жерде 18 жастан бастап 63 жасқа дейінгі барлық азаматтар өтінім бере береді. Ешқандай санатқа бөлмейміз. Бұл жерде кезекке тұрдың, тұрмадың, ондай ешқандай шектеу жоқ. Ең басты мәселе сіздің депозитіңіз болу керек біріншіден. Депозитіңіздің мерзімі 18 айдан жоғары болу керек. Және үшіншіден депозитіңізде кемінде 1 миллион теңге болу керек. Осы үш шартты орындамайынша сізден өтінім қабылдамайтын болады автоматты түрде. Миллион теңгені бірден салып өтінім берсеңіз де болады. Я дұрыс айтасың, Мақсат. Еще я хотела немножко рассказать дальше, что будет после того, когда закончится прием заявок. Ориентировочно мы возьмем время для того, чтобы подсчитать результаты все. То есть мы проранжируем всех наших клиентов. На сегодняшний день уже подано на эту программу 18 729 заявок. И мы сделаем отбор. На сегодняшний день планируем 8 тысяч клиентов пригласить на подтверждение платежеспособности. На подтверждение платежеспособности мы дадим 40 рабочих дней, это примерно около 2 месяцев. Ориентировочно планируем где-то с 15 мая. Мы об этом обязательно объявим. Также мы, наверное, с Максатом выйдем на прямой эфир, расскажем, когда уже начнется прямой эфир. Все свои статусы, прямой эфир, да, о том, что вы прошли, либо вас приглашают на подтверждение платежеспособности или нет, вы можете увидеть в личном кабинете. Также полный список всех участников. Мы заранее сейчас получили разрешение на публикацию их данных. На сайте будем размещать все фамилии, имя, отчество, кто подал на сегодняшний день на программу ОТАУ. После того, когда начинается прием подтверждения платежеспособности, и клиенты, которые подтвердили платежеспособность, мы им предоставляем 6 месяцев на поиск жилья. Жилье, первичное жилье, можно будет забронировать на портале от Басабанка. Васпанамаркет мы его так называем. Мы на сегодняшний день проводим большую работу и проводим работы именно с застройщиками. И они будут размещать свои объекты первичного рынка, которые соответствуют для участия программы ОТАУ, и можно будет забронировать квартиру на портале. Ендеше осы бүгінгі күнге дейін ойлаңызшы 18 мыңның үстінде салымшымыз өтінім беріп үлгерген екен. Әлі де 30 сәуірге дейін уақыттарымыз бар. Сондықтан осы өтінім берген азаматтардың қатарынан қосыласыздар деген үміттеміз. Жалпы бұл бізде көбісі 35 жасқа дейінгі жастар, 68%. Яғни жастардың белсенділігі артуда деген өте керемет жаңалық деп есептейміз. Ендеше 30 сәуірге дейін біз өтінім қабылдаймыз. Одан кейін бізде ранжирование дейді, яғни былайша айтқан кезде конкурс нәтижесін шығарамыз ғой, сараптама жүргіземіз. Ол жерде сіздің шотыңыз қашан ашылды, шотыңызда қанша ақша жатты, қанша уақытта жатты, отбасы құрамы, яғни өзінің қанша баласы бар, отбасы құрғанына қанша уақыт болды, яғни осының барлығына балды. Оның барлығын есептеп нәтижесін шығарады, және нәтижесі біздің сайтта, яғни ресми сайтта жарияланатын болады. Оның барлығы жаңағыдай әділ түрде өтіп жатыр деген дәлелі ашық түрде барлығы көре алады. Яғни ешкімге айтпай біреуді кіргізіп жіберді дегенде мүлдем әңгіме болмайды. Неге? Себебі барлығы да ашық түрде әркімнің қанша ұпай жинаған туралы ақпарат сіздер сайттан көретін боласыздар. Одан кейін өтінім беріп болғаннан кейін қанша 8 мыңға жуық адамды шамамен біз шақырамыз деп есептеп отырмыз, жоспарлап отырмыз. Оларды біз төлем алу қабілетін дәлелдеуге жаңа сұрақ қойып жатыр ғой, доходты тексересіздер ба дейді. Яғни ол сіздің төлем алу қабілетіңізді тексеру деген сөз. Несие болғаннан кейін сіз несиені төлей аласыз ба, төлей алмайсыз ба деген сияқты сараптама жүргізілетін болады. Яғни төлем алу мүмкіндігіңізді тексереміз, доходты тексересіз бір сөзбен айтқан кезде. Енді осы жерде бір мәселе қоса кетейін ақпарат үшін. Доход деген, яғни табыс.
сіздің табысыңыздан шығынды алып тастаймыз. Қалған сома сіздің төлем алу қабілетіңіз, жалпы түрде айтқан кезде. Егер де сіздің төлем алу қабілетіңіз жетпейтін болса, онда екі заемшылас адам шақыру мүмкіндігіңіз бар. Созаемщик айтқан кезде, заемшылас қазақша орысша айтқан кезде созаемщик дейміз. Кейбіреулер гарант деп айтып жатады, қараңыз, созаемщик ретінде, заемшылас ретінде сіз міндетті түрде туысқаныңызды шақыру керек деген шарт жоқ. Ол кез келген адам болады. Яғни сіз туысыңыз болсын, танысыңыз болсын, досыңыз, әріптесіңіз, көршіңіз, кез келген екі адамға дейін заемшылас ретінде шақырсаңыздар да болады. Сондықтан қазірден бастап санат көріңіздер, несиелеріңіз болса мүмкіндігінше жабуға тырысыңыздар. Табысыңыз аз екенді деп ойлап тұрсаңыз, күмәнданып тұрған болсаңыз, онда заемшылас болады адамды іздей беріңіз, уақыт жоғалтпаңыздар. Одан кейін келесі этап бізде. Егер сіз төлем алу қабілетіңізді дәлелдесеңіз, сізге 6 ай көлемінде уақыт беріледі. Бұл уақыт ішінде сіз өзіңізге келетін, ұнайтын, жылжымайтын мүлікті іздейтін боласыздар. Алғаш нарықтағы үйлерді сіз баспана маркет порталынан іздейсіздер міндетті түрде. Ол жерге банк қазір таңда тұрғын үй жаңағыдай құрылыс компанияларымен жұмыс жасап жатыр. Біздің шарттарға келетін, сіздің шартқа келетін үйлерді сол жерден іздейтін боласыздар. Еще один нюанс, Максат, я хочу сказать, что касательно прописки. У нас для покупки квартиры в городе Алматы-Астана обязательное требование, что у вас должна быть именно прописка в этих городах. Данную прописку мы будем проверять в момент подачи кредитной заявки. То есть, когда у нас период ранжирования закончится, и мы будем приглашать клиентов на подтверждение платежеспособности. В этот момент желательно, чтобы вы уже посмотрели, обдумали, что где вы в дальнейшем хотите проживать. Да? Если это будет город Алматы либо Астана, в момент подачи кредитной заявки вам нужно иметь прописку в этих городах. Для остальных регионов у нас нет ограничений по прописке. Тұрақты тіркеу бойынша да дұрыс ақпарат айтып жатыр. Алматы, Астана қаласында тұрақты тіркеуіңіз болу керек. Яғни несиелік өтінім берген кезде сіздің тұрақты тіркеуіңіз болу керек Алматы, Астана қаласында. Басқа өңірлерде ондай шектеу жоқ. Мәселен, мен қазір Алматы қаласына тұрып жатып, бірақ тұрақты тіркеуім болмаса, өтінім беріп, бірақ үйді басқа жерден алсам болады. Жаңа айтып кеткендей, Бесағаш болсын, Ақтөбе болсын, басқа облыс орталығы, аудан болсын, кез келген жерден алсам болады. Мәселен, Астанада өтінім беріп, бірақ Қосшы қаласына алса да болады. Астана қаласында, бірақ та ол облысқа жатады, және облыс орталығы да емес, аудан болғаннан кейін алуға болады. Дұрыс айтасың. Біздің кішкене уақытымыз біраз уақыт өткендіктен сұрақтарға да кішкене уақыт қалдырайық. Үйлер баспана маркет па дейді, айтып кеттік, баспана маркет. Басында кредит болса, бөгет болады ма дейді. Егер де сіздің атыңызда кредит болатын болса, ол бөгет емес, бірақ та сіздің төлем қабілеттілігіңізді растау кезінде оған әсер етеді. Мысал ретінде келтіріп өтейін, егер де сіздің несиеңіз ай сайын төлейтін сомаңыз 50 мың теңге болса, жалақыңыз 200 мың теңге. Онда сіздің жаңағы шығындарыңызды есептеген кезде, сол 50 мың теңге шығынға жатқызылып, сіздің несие төлеуге қабілеттілігіңізді есептегенде тек қана соның айырмасын ғана аламыз. Сондықтан да ол, егер де атыңызда несие болса, қатысуға болады, бірақ жалақыңыз жеткілікті болған жағдайда. Егер де жеткіліксіз болса, басқа да қосымша заемшылас таба алмайтын болсаңыз, әрине ол кезде ол несиені жауып тастау керек. Егер де ондай ойыңыз болса, оны тезірек жапқаныңыз дұрыс. Өйткені сіздің несие тарихыңыз бойынша есеп, яғни отчет, ол толығымен обновление өтіп үлгеру қажет. Содан кейін барып қана біз сізден өтінім қабылдай аламыз. Сұрақ дейді, Ұзынағаштан жер үй алсам бола ма? 2008 жылы салынған үй екен дейді. Әрине болады. Еділ Мырза жаңа айтып кетті ғой сізге. Әрине, ондай үйді алуға болады. Енді үйдің қабырғасын қарау керек, міндетті түрде. Қамыстан және саманнан салынбаған шығар деп үміттенеміз. Кірпіштен салынған болса, әрине болады. Жалпы бізде салықтық залоговая политика дейміз ғой. Кепілзат саясатына бойынша, егер де кірпіштен салған болса 60 жылға дейін, егер панель, тағы да басқа құрал материалдар болса, онда бетоннан салынғандарға онда 50 жылдан. Негізгі жалпы 50 жылға есептегендеріңіз дұрыс. Бүгінгі мысалы 24 жыл болса, 1974 жылдан бері салынған үйлерді сатып алу мүмкіндігі беріледі. Әрине ол жерде міндетті түрде қарау керек, яғни заңдастырылмаған қосымша пристройка деп жатамыз, қосымша салымдар бар ма, жоқ па, сол жағында қарау керек. Көбінесе жер үйлерде ондай
қосымша салынған пристройкалар заңдастырылмай жатады. Сол бойынша кішкене сұрақтар болып қалуы мүмкін. Енді бұндай жеке сұрақтарды нақты пәтер тапқаннан кейін соның құжаттарымен банктен келіп немесе біздің кеңесшілерімізге хабарласу арқылы, сонымен қатар 300 номеріне хабарласу арқылы сіздер кеңес ала аласыздар. Вопрос: данная программа будет по всему Казахстану, дейді? Да, конечно. Данная программа на сегодняшний день объявлена по всему Казахстану. Программа будет работать в течение 7 лет, и каждый год мы будем объявлять прием заявок. Те клиенты, у которых срок депозита еще нету, и которые только сейчас открыли депозит, они могут в будущих годах участвовать в этой программе. Жер болса, дачный участок болса бола ма? Жаңа айтып кеттік, құрметті оқырмандар, эфир сақтаймыз, тағы бір қарап шықсаңыздар болады. Жер телімі, саяжай, яғни дачный участок болса да қатыса бересіздер. Ол енді сізге кедергі болмайды. Заявка қалай береді, айтып кеттік, иә? Заявканы отбасыбанк.нүкте сайтына кіресіздер, өздеріңіздің жеке кабинеттеріңізге кіресіздер, авторизация дейді. Сол авторизация өткеннен кейін отау бағдарламасына өтінім беру деген нүктені басу арқылы сіздер өтінім тапсыра аласыздар. Жаңа бір сұрақ болған, келіншегім атында ипотека бар, мен қатыса аламын ба дейді? Жоқ, егерде біз бұл жерде, бұл бағдарламаға қатысқан кезде, жалпы өзіңіздің атыңызда және де жолдасыңыз бен балаларыңыздың атында үй бар жоқ екендігін міндетті түрде тексереміз. Егерде 18 жасқа толмаған балаларыңыз бойынша үй болатын болса, оны біз тек қана сіздердің несие беру кездерінде тексереміз. Сондықтан да қосымша негізгі тізімге өткен адамдардан жаңағы атында үйі бар жоқ туралы ақпаратты қосымша біз тағы да сұрататын боламыз. Это изменение с какого действует? Это изменение будет действовать с понедельника, с 22 апреля. То есть сегодня не нужно подавать заявку, потому что данные изменения будут за выходные уже внесены на наш портал, и с понедельника уже можно подать заявку. Жаңа бір сұрақ болған, атымызда 3 жыл бұрын үй болып еді, өкінішке орай қатыса алмаймыз екен дейді. Иә, дұрыс айтасыз. Әзірге биылға қатыса алмайсыз, бірақ бұл бағдарлама тек 1 жылға емес, ұзақ жылдар бойына жоспарланған, ұзақ 7 жыл болады. Мәселен, 2 жылдан кейін бұл бағдарлама қатыса аласыз. Ал әзірше мүмкіндігінше депозит ашып, оған ақша жинақтасаңыз, мінекей 2 жылдан кейін қатысқан кезде сіздің өтіп жоғары ұпай жинауға деген мүмкіндіктеріңіз ұлғая береді, иә? Иә, өйткені банкте жатқан, депозитіңізде жатқан ақшағының пайыздық мөлшерлемесіне банк тарапынан берілетін, банк қосымша балл береді. А можно ли потом отказаться или депозит заблокируют на 6 месяцев? Нет, отказаться вы можете в любой момент после того, когда вы подали заявку, и по каким-то причинам вы хотите аннулировать заявку, эта услуга у вас будет доступна. В период ранжирования, скорее всего, мы его временно заблокируем, потому что вы являетесь участником. После этого, да, если вы передумали, да, вы можете отказаться. Я бірақ ол үлкен уақытқа емес, бірнеше бір апта. 6 ай деген уақыт жоқ. Так, соңғы сұрақтарды оқиық. Так, пенсионный доход міндетті түрде керек пе дейді? Әрине, егерде яғни төлем қабілеттілік кезінде біз тек қана заң бойынша төленген жалақыңызды ғана ала аламыз. Яғни сіздің міндетті түрде пенсионный зейнетақы төлемдеріңіз болу керек. Ай сайын жүргізіп жатқан соңғы 6 айдағы зейнетақы төлемдері бойынша біз сіздің жалақыңызды есептейтін боламыз. Иә, және егер де сіз жеке кәсіпкер ретінде тіркелген болсаңыз, онда соңғы 1 жылдың салық декларациясын алып берсеңіз болады, иә? Иә, дұрыс айтасың, Мақсат. Ол кезде пенсионканы тексермейміз, егер жеке кәсіпкер болсаңыз. Сұрақтар қайталанып жатыр. Наурыз бойынша, ол кезде бөлек тікелей эфир болады, күтіңіздер, және осы параша ақпаратты саламыз дейді. Военный можно? Можно ли военным принять участие? Да, здесь все вкладчики отбасы банка, независимо, являетесь вы военным, либо очередником местного исполнительного органа. Это программа для вкладчиков отбасы банка. Если вы являетесь вкладчиком и вашему депозиту уже есть 18 месяцев, и у вас нет жилья в собственности на свое имя, а также на всех членов семьи, да, вы можете участвовать в этой программе. Давайте последний вопрос зачитаем. А если меняла работу последние 6 месяцев, но пенсионка стабильно поступала, но от 2 разных работодателей, получится? Да, если у вас пенсионные отчисления идут непрерывно, с последнего места работы минимальный срок пенсионных отчислений 3 месяца. В этом случае, да, вы можете подтвердить платежеспособность, мы дополнительно запросим, скорее всего, справку с предыдущего места работы, таким образом сможем вас пропустить. Тіпті бірнеше жерде жұмыс жасаса да, ондай жағдайда біз шектеу қоймаймыз. Яғни кейбір мемлекет бағдарламалары бойынша есіңізде болса білесіздер ғой, жоғарғы деңгей болды, яғни осындай
сомадан артық ақша табатын болсаңыз қатыса алмайсыз деген. Ал бұл жерде табыс бойынша ондай шектеу жоқ. Сондықтан бұл да бір жақсы мүмкіндік дейді. Иә, сүйінші деп жатыр. Иә, мінекей осы біздің сүйінші жаңалығымыз. Сондықтан отау бағдарламасына қатысып, жалпы отбасы банктегі депозиттеріңізді толықтырып, баспаналы болған азаматтар саны көбейе берсін, әр салымшы баспаналы болсын деген эфирді аяқтауға рұқсат етіңіздер. Да, уважаемые наши участники, мы на этом завершаем наш эфир. Спасибо, что были с нами. Участвуйте в наших программах и становитесь обладателями собственных квартир. По программе Наурыз мы выйдем дополнительно. Мы видели вопрос в этой части. Мы позже выйдем еще на прямой эфир по программе Наурыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.